Қайырлы күн достар. Мінеки қыстың қамын жазды ойла деп банкі жабуды, салат басуды барлығын жасап жатырмыз. Басқа да рецепттер бойынша, компот, вареньяның рецепттері бойынша менің каналымнан көре аласыздар. Бүгін міне қараөріктен компот басқан едім. Өте оңай рецепт, өте оңай жасалатын компот десек те болады. Олай болса, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең бірінші қараөрігімізді алып, ас содасын салып тұрып, жақсылап 2-3 мәрте шайқап тұрып, мөлдірегенше жуып аламыз. Одан кейін банкілерімізді жуып тазалап, осындай мәнті қасқанның парында стерилизовать дейміз ғой. Өстіп булап алатын боламыз. Немесе духовкаде булап алсаңыздар да болады. Осылай темір қақпақтарыңызды ыстық суда бір бұрқ еткізіп қайнатып аласыздар. Одан кейін банкілерді осылай қойып, қараөріктеріңіз жеткенше бәріне бөліп салып шығатын боласыздар. Мен қараөрікті осылай қалағанымша салам. Кейде толтырып салсаңыздар да болады, жартылай салсаңыздар да болады. Ол өз еріктеріңізде. Мен де 2 литрлік банкіге 200 грамм құм шекер саламын. Сол кезде дәмі күшті болып, кәдімгідей жақсы болып шығады. Қысты күні қайнақ суды құйып жіберіп, ары қарай іше бересіздер. Одан кейін қайнап тұрған суымызды, сақырлап тұрған суымызды өстіп, құйып банкілерімізді толтырып аламыз. Одан кейін қақпағымыздың бірден жауып, төңкеріп қоя бересіздер. Өте оңай жасалатын компот жолы. Мінеки, бұл компоттың атылмау фишкасында бұл банкілеріңіз бен крышкаларыңыз жақсылап жуылып, жақсылап жабылса болғаны. Қыстай сақталып тұра береді. Тіпті көктемде де ішулеріңізге болады. Мінеки, банкілеріңіз жапқан кезде су ақпай тұрса, онда жақсы жабылды деген сөз. Егер су тамшылайтын болса аузынан, онда міндетті түрде крышкаларыңызды, яғни қақпағын ауыстырып, басқа қақпақ салыңыздар. Мінеки, осындай жылы жерге, көрпе, басқа да радиалды төсеп, өзінің температурасында суығанша, қанты ерігенше осылай бетін жауып қойып қоясыздар. Одан кейін қыстай рахатын көріп ішетін боласыздар. Жасап көріңіздер. Көп рахмет.